7-ші республикалық ашық турнирге Қостанай, Алматы, Түркістан облысынан және де Жамбыл облысынан Шу ауданы номер 36 спорт кешенінен, Шу ауданы номер 37 БЖСМнен, Шу ауданы номер 39 БЖСМнен, Меркі Тұрар Рысқұлов атындағы аудандары, Тараз қаласынан номер 1 ОБЖСМнен, Алмаз, Қайсар спорт клубтарынан 200-ден аса спортшылар қатысуда. Жарыстың ашылу салтанаты Шу ауданы әкімінің орынбасары Сұлтанбаев Найман Кенжеханұлына беріледі. Енді құрметті көпшілік халқында бір жақсы сөз бар: жақсы істесең сауапсыз қалмайсың, жаманшылық істесең жауапсыз қалмайсың деп. Осындай іс-шаралардың жақсылығына себепші болып жүрген бізде азаматтар көп. Енді осы жерде үлкен алғысымды білдіргім келеді. Мына тағы да келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, берекелі, табысты жыл болсын. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Тағы да осы орайда осы аудан әкімшілігі атынан осыған ұйытқы болған Марат аға қайдасыз? Сияқтарыңыз бар, соны таныстауға рұқсат етіңіздер. Рахмет аға. Үлкен рахмет. Қазір көпбалалы отбасында тәрбиеленген. Әкесіне орай етті. Анасы дәметтен келіншек кәсіп болып, тағам фамилия қосасын етті. 1986 жылы Қазақстан бас газетіне қайда бір қолдың тапсырма бөліктер жүргізген жастармен сөздер қосып шеру қылмастан. Ана қауым бір тұтқан қайрат облыста алаңға жарысыз торға жылған қазағымызға таратышып шыққанбыз. Алаңда жиналған бастарына қайрат. Тектер, шүнгешті, сонда бізді бүркіттің ұлттар ұйымданып ұлды да саған балым. Құрметті спорт саласының ардагерлері, еңбек ардагерлері, желтоқсандықтар, тәуелсіздіктің тірегін бастап қалыптасуына еңбек еткен осында желтоқсан ардагерлері. Және де осы тәуелсіздік кезінде қайратты қайсарлығын құрметтеп, марапаттап небір шықты. Ол қайрат мойынқұм жерден шығып, бүкіл елінде қалқынап, елгілі болып, мақтан азаматқа айналған. Спорт ел намысы дейді. Қайсарлықты, қайратты намысындай жігерлі қазақ спорты ту көтеретін жастар көп болсын. Сендерге болашақ өмірлері мәнді сәтті өтіп, жүректерге бақытты береке келсін. Құрметпен келіп, көмек беріп отырған басшыларға алла разы болсын. Осы жарысты ұйымдастырып осының үлгісі болған Маратта алдынан жарылғасын. Мен не деймін, осы жарыс құтты болсын. Ешқандай жарақатсыз балалар жақсы өмір көрсетіп, келешекте рухты азамат болсын. Сол үшін рахмет айтамын. Келген көпшілік қауымға осы жарыстарымыз құтты болсын деймін. Осы жарысты үзбей қолдау көрсетіп кеткен халықаралық дәрежедегі төреші, спорт шебері, 5-ші дан қарау еңбек еңбегі Қабаев Нұрдәулет мырзаға сөз береміз. Бүгінгі Шу қаламызда өтіп жатқан халық қаһарманы Қайрат Рысқұлов ағамыздың жүлдесіне өткізіліп жатқан жарыс құтты болсын деймін. Осы жарыстың бас көзі, осы жарысты ұйымдастырып жатқан Мәкен аға бас көз болып осы жарыстың қарамағында жүрсін.
аудан әкімінің орынбасары, сізге де көп рахмет. Осындай үлкен жарыс ұйымдастырып жатқан. Айта кететін болсақ, шу өңірінің білетті азаматтары осы Қайрат Рысқұлбеков атындағы жарыста біздің спортшыларымыз шыңдалып 25 жыл ішінде қазақтың көк туын әлем төрінен желбірете білді. Оның ішінде Азия төрінде біздің қуандық атты бұрасыл спортшымыз әйгілеп шу өңірін Жамбыл облысы Қазақстанда алға шығарды. Оны бәріміз біліп жатасыздар. Өзі осы 25 жыл ішінде қаншама жас спортшылар шыңдалып, биік шыңдардан, Азиядан, әлемнен өз жетістіктерін көрсете білді. Оның бас көзі болып отырған біздің шу ауданының шу қалалық таеквондо федерациясының басшысы Тілеуқұлов Марат ағамызға көп рахмет. Осындай жас буынды спортшыларды салауатты өмір салтына тәрбиелеп, Қайрат ағамыздың бір несі аудап тұрғанын ойлаймын. Алла разы болсын. Халықтың, еліміздің, қазақтың тәуелсіздігін алып берген батыр ағамыз жасай берсін. Осы оның атынан өсіп келе жатқан жас буындар шу өңіріне олимпиада чемпионын алып келсін. Соны тойлауға бізге әрдайым соны тойлауға келейік бәріміз. Марат ағамыздың көп еңбегіне өстік жарыс өткізіп рахмет. Мұндағы алыс. Құрметті спортшылар, құрметті жаттықтырушылар, құрметті төрешілер және де жарысқа келіп отырған қонақтар, шу қалалық таеквондо федерациясының өркендеуіне үлесін қосқан және де бүгінгі қаһарман Қайрат Рысқұлбеков атындағы жарыстың 25-ші мәрте туы көтеріліп отырған осы ең бірінші ата-аналарға рахметімді айтамын және басын иемін сіздерге. Және де аудан әкімдігіне, және де спорт бөлімдеріне, спорт мектебінің басшыларына бәріміз бір келісіп, осы бүгінгі осылай деңгейге жеткізіп отырмыз. Әлі сенім білдіремін, әрі халықаралық дәрежеге көтереміз деген ойдамыз. Енді осы 25 жылда атсалысып, осы ауданымыздың батыр ұл-қыздарын шығаруға үлесін қосқан сіздерді марапаттауға төсбелгімен рұқсат етіңіздер. Келесі ардагер спортшыларымыз Мәкен Уақтигі ағамызға халықаралық дәрежедегі төреші спорт шебері Қабаев Нұрдәулет мырза жүргізеді. және де Ильчат деген ұстымыздан Масырам Жекпаев шәкірттері және де ағамызға желтоқсан кезінде ызғар болған кезде еліміз жеріміз дегенде ең алдымен ер жігіттер аман болсын деп желтоқсан бірінші толқын алып жүрген батыр әпкелеріміз ортамызда дуға шапалақтап қояйық. Әділбаева Гүлән Шамбаевна. Шабаев Нұрғали Жапарұлы. Және де ауданымыздың тізгінін ұстап отқан спорт бөлімінің басшылары Мауленов Қасымхан Шатырханұлы және де менің алғашқы ұстазым Абдиев Аймархан Бәтенұлы. және де осы ауданымыздан Мойынқұм ауданынан келіп осы спорт ардагері, осы дзюдо күресінен спорт шебері менің ұстазыммен бірге тетелес осы бәрімізге ақыл жол көрсетіп отқан
спорт шебері, әлем екі дүркін жүлдегер шығарған Абдикаров Алмас Абдиманап ұлына және де Назаров Мұхтар. жылдар ауыл жылдарында жамбыл совхозында таеквондо ашып, сол таеквондода 2 жыл тәлім беріп, сол жерден міне Омарова Жансая қызымыз бүгін Алматы Бастау командасын басқарып отыр. Талдықорған қаласы Құттыбай Берікжан Зейнуллаевич халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азияның жеңімпаз жүлдегері атанған және де бүгінгі Тараз қаласында жаттықтырушы қызметін атқарып отырған Маликова Анна Валентиновна, жаттықтырушы Қазақстанның 2 жылдың ортасында Жембаева Жадыра Құлағайының аға жаттықтырушысы, көркейтіп, дамытып, насихаттап отырған інілеріміз бар. Бүгінгі осы жарысқа өте бір атсалысып, қолдау жасаған Ұзақбаев Бақыт Жайболатұлы аға. Осы Айдархан ағамды шәкірті болып, одан кейін жаттықтырушы болды. Сол алда жаттықтырушы болып, ең алғашқы шәкірттердің бірі Бішкек қаласында еркін күрестен жеңімпаз атанған Қалқаралық Асықбаев Сейіт шәкіртім сонау Тараздан келіп отыр. Кеше ғана 2019-да Иордания елінде осы шудың Шалшакер мектебінің оқушысы 12-14 жас аралығында Иорданияда әлем чемпионатында, Азия чемпионатында күміс қола алды. Және де Вьетнам қаласында жастар арасында 3-ші орынға Уақыт Нұрасыл батырымыз бар. Бүгіндері 11-ші мектеп бітіріп, Алматы Республикалық спорт колледжінде жалғастырып жатыр. Өз келмегеннен кейін ата-анасы Уақыт Мырзаға марапаттау. Таеквондо федерациясымен Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігінің келісімін бекітіп, осы алдымызға жіберіп отырған бас төрешіміз Байқоңыр
желтоқсанда ысқыры әр елдің жолын қуған жастары батыр қайрат намыстарын шыңдады батыр қайрат мақтаны көңілімде басқамын тағы да бұл торламай ашық болсын аспаным. Мен Қостанай облысының Рудный қаласынан келдім. Командама 12 оқушым келдім. Мына Жамбыл облысының Шу ауданында республикалық ашық турнир болып өтті. Бұл турнир халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековтың арналған турнир болды. Бұл турнир. Мен Қабаев Нұрдәулет Байжомартұлы таеквондо спортының жаттықтырушысымын. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушымын. Және халықаралық дәрежедегі төрешімін. Бүгінгі Қайрат Рысқұлбеков атындағы республикалық турнирдің төрешісімін. Бұл жарыстың деңгейі республикалық көлемде өтіп жатыр. Қайрат Рысқұлбеков жарысы осымен 25 рет өткізіліп жатыр. Және Қайрат Рысқұлбековтың төс белгісімен біздің осы спортқа атсалысқан азаматтарды марапаттады. Және де бұл спортқа қатысып жатқан 200-дей жас буын өздерін шыңдап, нәтижелерін көрсетіп жатыр. Бұл әр облысымыздың әр командалары келіп қатысты. 15 облысымыздың 13 қала иесінен облысынан келді. Осы спортты бұйырса Қайрат Рысқұлбеков жарысын биіктен шыңдаймыз деген ойдамыз. Мамбеткулов Талғат Айтбаевич осы Шу ауданының азаматымыз. Немеремізді енді мықты жақсы азамат болсын деп спортқа береміз ғой. Спорт деген шынықтырады баланы, кәдімгі жігіт ретінде үлкен жетістіктерге жету үшін спортпен айналыссын деп береміз ғой. Өзім немерем 2 жыл болды қатысып жатқаныма. Желтоқсан тәуелсіз күніне жарыс өтіп жатыр. Сол немерем де қатысып жатыр. Жүлделі орын алады деп ойлаймыз енді. Ұйымдастырған азаматтарға рахмет үлкен. Қалматаев Мұрат, осы Шу ауданының тұрғынымын. Немерем осы жарысқа Қайрат Рысқұлбеков атындағы жүлдеге Қазақстан бойынша әр өңірден келіп жатыр жарысшылар, жастарымыз. Соған мен немерем Нұрайым Мұрат қатысып жатыр. Қазіргі қатысқанда 3 жыл болды. Осындай дәрежелерге жетіп жатыр, орындар алып жатыр. Осы жастардың осындай тәрбиелік жарыстарға қатысқанда өте қуаныштымын. Осындай үлкен спорт залдарда жастарымыз өнегелі тәртіпке үйреніп, тәртіпті болып, еліміздің жақсы азаматтары болып өсуіне біздің ауданның басшылары, бәрі облыс басшылары соған жағдай жасап отыр қазіргі кезде. Сол амандық болайық, аман болайық, бәріміз жақсы осындай спортты ауданымызда, елімізде өркендете берейік. Мен Бегас Роман Тағатеспен. Осы Қостанай облысының Рудный қаласына келеміз. Кеше ғана осы жарыс 25-ші жарысына тәуелсіздік күніне байланысты осы чемпион болдым. Біздің команда 12 адам болып келіп, осы жеңіске жеттік.
Darabia Şakrava, Biga Şakrava, Kostanay. Kızlar dairesi Asakir'de Daya